міне ақырғы күндер бұл қасиетті қаладағы бүгін Меккеден келдіңіздер, Меккеден келдіңіздер, ертең Мәдинадан кетесіздер, арғы күні дейді мысалға. Жалпы айтқанда қасиетті қаладағы қорытындылайтын күндер уақыты қазір. Келгенде қандай едім, қандай болып кетіп бара жатырмын деген сұраққа не істеу керек? Жауап іздеуіміз керек еді. Келгенде қандай едім, кетіп бара жатқан кезде қандай болып бара жатырмын деген сұраққа жауап іздеуіміз керек екен. Ғалымдарымыз не дейді? Ла такун маусимиян дейді. Маусымдық құлшылық қылушылардан болма дейді. Яғни белгілі бір кезеңдерде, белгілі бір уақыттарда, белгілі бір айлардың белгілі бір сәттерінде асып тасып, содан кейін өшіп қалатындар сияқты болма дейді. Оны ғалымдардың кейбірі не деп айтады? Кун раббаниян ва ла такун рамаданиян деп айтады. Раббы құдайшыл бол дейді, рамазаншыл болма дейді. Осы қағида барлығын қамтиды. Құдайшыл бол, рамазаншыл болма дейді. Рамазан келе жатқанда қалай? Ауылда бір жігіттер бар, білетін. Жыл 11 ай ма, 10 ай ішіп, Рамазан келе жатқан кезде 40 күн бұрын дайындалады аңғай. Рамазанға 40 күннен кейін кіреді, Рамазанды күшті ұстар, тарауық намазына қатысатын. Рамазан қалай бітеді? Айт намазының ертеңіне қайтадан басталады арақ ішу. Көрдіңіздер ме? Құдайға құлшылық мерзіммен болмайды тек қана. Арнаулы бір Рамазанда құлшылық етіп, болды күшейіп, болды нормально деп тастайса, ондай болмайды, ондай Құдайға құлшылық. Сол сияқты мына қасиетті қалаларға келген кезде тахажжуд намазына барып жатырмыз, дұрыс па? 5 уақыт намаздан қалмай жатқан жігіттер бар. Кеше харамда 5 уақыт намазда Меккедегі қалмай жүрген жігіттер бар. Әр намазға білесіздер 100 мың деп айтты. Өткен сабақта айтқанымыз. Ал мына жақта әр намазға 1000 сауаптан беріледі. Ана жақта 52 жыл құлшылық қылғанмен бірдей деп айттым. Мына жақта шамамен бір 7-8 жыл бір намаздың өзі. Мысалға да, көрдіңіздер ме? Осындай ұлы сауаптар жамағатпен барып жатырмыз, тахажжудке барып жатырмыз. Өмірде тұрмаған біреулер айтады, өмірімде тахажжуд оқып көрмеппін дейді, осы Меккеде оқып көрмедім дейді. Ондай намаздың бар екенін кіріп шығып қапты басыма дейді. Еститінім дейді, бірақ қызықпайтынмын дейді. Ол тахажжуд оқып жүр, көрдіңіз ба? Бір апта болды, 10 күн бойы тахажжуд оқып жатыр. Енді ол не істейді? Енді сол әрекеттерін не істемеу керек екенін тастап қоймау керек екен. Елге барған кезде сол әрекеттерінің барлығын тастап қоймау керек екен. Сол мінекей ғалымдардың айтатыны, жаңағы Рамазаншыл болма, құдайшыл бол деген осы екен да. Рамазан өтеді кетеді. Рамазан үшін құлшылық қылсаң дейді, Рамазан бітіп қалады бір айдан кейін. А Құдай үшін құлшылық қылсаң, Құдай мәңгі өлмейтін тірі дейді. Көрдіңіздер ме? Намаз оқымай жүргендер осы жерден намаз бастаған болса, орамал таға алмай жүргендер осы жерден орамал таққан болса, енді оны елге барып шешіп тастауға болмайды да, көрдіңіздер ме? Намазды оқымай қоюға, тастай салуға болмайды да. Уақытында ғана осы жерде құлшылық қылып, елге барғаннан кейін тастап қоя салатын, бұл жаңағы қолжаулық емес та, Алланың діні ойыншық емес. Көрдіңіздер ме? Алла тағала Құран кәрімде айтады, ғибадатым қабыл болды ма, болмады ма деп сіздер осы формулаға салып көріңіздер өздеріңіз. Сондай сұрақ болып жүрсе іштеріңізде, онда Алла тағала аятта айтады: "Валладина жахаду фина ланахдияннахум субулана" дейді. Біздің жолымызда әрекет жасап дейді, тағат құлшылыққа тұрып, өз-өзін кемелдендірген кісілер дейді. Өз-өзін қинап кемелдеп, не болады дейді, оларды біз тура жолымызға салып қоямыз дейді. Осы аяттың тәпсірінде айтады ғалымдар, қандай да бір керемет құлшылықтардан кейін, керемет маусымдардан кейін өз-өзіңді ұстап қала алсаң дейді. Міне, тахажжуд оқып жатырмыз, 5 уақыт намаз жамағатпен оқылып жатыр, салауаттар айтылып жатыр, пайғамбар Аллаға зікір айтылып жатыр, ана қағбаны тауап қылып жүріп зікір айтып көрсіз ба? Міне, соның барлығын енді елге барғаннан кейін түгел тастап тастаңыз, онда сіздің умраңыз не болады дейді? Умраңыздың қабыл болуы қатерлі дейді. Көрдіңіздер ме? Ал егер де елге барғаннан кейін осының 30 немесе 40%-ын ұстап қалсаңыз, тым болмаса, онда сіздің намазыңыз, ғибадатыңыз, мына жақта жасалған, жұмсаған ақшаңыз, қаржы, қайратыңыздың барлығы не болды дейді? Алланың жолында қабыл болды дейді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл нәрсе енді өлшенеді. Енді елге барғаннан кейін көресіздер өздеріңіз қандай болатыны. Міне, Рамазан дегеннен шығады ғой. Кімде-кім Рамазанды ұстайтын кезде дейді, табиғиндердің ұлы ғалым айтады. Рамазанды тездетіп бітсе екен, жаңағы шегетін, ішетін тез бітіп болмады ау деп, сондайлар бар. Рамазанның қашан бітетінін күтіп жүретіндер бар. Насыбай атандай өлдік қой деп ше. Темекі шеге алмай қиналып кеттік қой деген сияқты. Сонда әртүрлі адамдардың топтары бар. Егер де кім Рамазанды сондай ниетпен ұстайтын болса, онда біле берсін, оның Рамазаны ұшты дейді. Босқа аш жүрді деп жазылады дейді, болды. Ал кім осы Рамазаннан кейін мен жөнделіп кетем, осы ұстаған нәпсімді тәрбиелеп, ары қарай жөнделіп, дұрыс жолға қарай
бағытымды бұрам дейтін болса, оның рамазанында, оразасында қате кемшілік болса да ол қабыл болады деп айтты дейді. Бұл біздің мына неге де келеді, умраға да келіпті, көрдіңіздер ма? Кімде кім умраға барып жөнделіп келейін, қасиетті жерлерден ішімді өзімді тазалап келейін деп келсеңіз, онда сіз иншалла жөнделіп қайтасыз. Умраңыз да қабыл болады. Ал егер ел жұрт барып қайта салайық, әйтеуір баламыз билет алып кетті, не қылды деп көріп қайтайын дейді. Сондай ниетпен келсеңіз, ешқандай өзгеріссіз қайта бересіз елге. Көрдіңіз ба? Онда сіздің неңіз, умраңыз не болған екен? Қатерлі болған екен. Мен қабыл болмады деп айтпаймын, өйткені қабыл қылу ол Алланың құзырындағы нәрсе. Бірақ ғалымдардың формуласына сай не болады екен? Ағам айтқандай, бекер болып қалу қатерлігі бар дейді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан өте сақ болу керек. Біз қасиетті күн, қасиетті айда, қасиетті жерлердің соңғы күндерінде тұрмыз. Қасиетті ай Шағбан айындамыз біз. Ережеп кетті, Шағбан келді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Аллахума барик лана фи раджаб ва шағбан. Аллахым бізге Ережеп пен Шағбанға береке бер, ва баллигна рамадан, Рамазанға аман есен жеткізе көр деп дұға қылады екен. Міне алдымызда Алла қаласа 27-28 күннен кейін қасиетті, берекелі, мерекелі Рамазан ай кіріп келе жатыр екен. Енді сол Рамазанға дейін өзімізді жақсылап ұстап, Рамазанда одан да қатты мықты тәрбиелеп, ары қарай тағы шығып кетуіміз керек екен, күшті болып. Көрдіңіздер ма? Я тастап қоймаңыздар. Айтайын деп айтқан немін ғой мен кішкентай. Тастап қоймаңыздар, құлшылықтарды тым болмаса 5 уақыт намазды 3-еуін болсын елге барған кезде жамағатпен оқуды әдетке айналдыңыздар. Тахажжудты мүлдем тастамауға тырысыңыздар. Періштелер көкте қараған кезде тахажжуд оқылатын үйлерден естеді, шам сияқты. Біз жұлдызды көрген кезде қалай жанып тұрады? Дәл солай тахажжуд оқитын үйлерден нұр шашып тұрады екен жерден періштелер қараған кезде. Оның әр тахажжуд оқыған кісінің дұғасын періштелер не істеп қояды дейді, танып қояды дейді. Ертең қиямет күні бір жағдай болатын кезде Алла мынау дүниеде бір жалбарынып дұға қылады дейді. Сол дауысы танысына пендеңнің деп куәлікке жүреді екен періштелер. Көрдіңіздер ма Алланың алдында? Міне сол жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады ғой. Амалдардың ең жақсысы Аллаға ең қатты ұнайтыны дейді. Азғантай болса да әрдайым істелгені дейді. Топырлатып мына жаққа бәрін істеп тастап елге барып болды демалам деген нәрсе болмайды. Көрдіңіздер ме? Болмайды ондай нәрсе. Имам Ғазали рахимахулла деген үлкен ғалым бар. Имам Ғазали сол кісі айтады, бұның тәпсірі мынадай дейді. Бір үлкен тас бар дейді. Мынадай үлкен тас бар. Сол тасқа бір көлдің суын әкеліп, немесе бір теңіздің суын әкеліп, бірден құйып жіберсең, ол тас не істейді? Патыр деп сынып қала ма? Солай мен күйде тұрады дейді да. Бүйтіп бірден төгіп жіберсеңіз дейді. Ал ол тасқа сол мөлшердегі суды дейді, кішкентай тесік қылып тамшылатып қойсаңызшы дейді. Ана тамшы тас қандай болса да тесіп өтеді дейді. Аз болса да қоқтамайтын амал сондай дейді. Әсері өте мықты болады адамға дейді. Аз болса да тоқтамайтын амал. Бір өзіңіздің бір керемет, бұл жақсы нәрсе. Әр адамның бойында өзі мен Алланың арасында кем дегенде бір амал болу керек әр адамның бойында. Мысалға, бір жігіттерді білем, мен күніне 1000 салауат айтпай ұйықтамайтын жігіттерді білем да. Өзінің сол Құдаймен несі байланысы. Салауат туралы айтып беремін иншалла. Бір жігіттер бар, әрдайым духа намазын тастамайды. Қандай шаруа болса да таң намаздан жарты сағаттан күн шыққаннан кейін 2 рекат духа намаз оқыды. Духа намазын білесіздер ме қандай екен? Алла тағала кімде-кім духаны оқитын болса, мен одан пенделерінен мұқтаждықты көтеп қоямын дейді. Өзім бітіп беремін шаруасын дейді Алла тағала айтады. Және не дейді? Имам Шафиғи не дейді? Күнәні қалай тастайтыныңызды білмей жүрсек дейді. Духа намазында екен ғой дейді. Бәріміздің бір неміз бар, күнәміз бар, тастай алмай жүрген. Пенде болғаннан қателесіп кете береміз. Сол күнәні қалай тастайды деп жауабын таппай жүрсем дейді. Духа намазында екен дейді имам Шафиғи айтады. Көрдіңіздер ма? Бағдайын иншалла. Сонымен осылай духа намазы кереметтер көп та осындай. Көрдіңіздер ма? Міне сол сияқты мына Біләл деген сахабаны білеміз. Осы міне тұңғыш рет мына мешітте азан шақырған жер бетіндегі адам Біләл деген қара торы жігіт, эфиопиялық. Сол Біләл радиаллаху анхудың пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ей Біләл, мен сенің тәпішкеңнің сылдырын дейді, жәннаттан естіттім ғой дейді, миғраж түнінде. Қандай сенің амалың бар, басқалардікін естітпейтіндей дейді да." Қараңыз. Сонда Біләл не деп айтады радиаллаху анху? Алланың елшісі дейді, дәрет алғаннан кейін дейді, 2 рекат намазын бар оқитын дейді, дәрет шүкір намазын оқиды екен. Екінші бір хабарда не дейді? Жердің бетін дәретсіз баспайын деп айтады. Қараңыз енді. Сонда Біләлдің осы амалы неге апарып жатыр? Тастамайтын осы бұл амал жәннатқа апарып жатыр екен деп, көрдіңіз ба? Айтып жатқан түсініп жатсыз ғой, әр адамда жеке бір амал болу керек екен.
немесе күніне 100 теңгеден садақа қылатын жігіттер бар. Артық бермейді анау, бірақ күнде 100 теңге береді. Немесе 50 теңге садақа береді. Үзбейді арасын ешқандай. Сол сияқты тахаджуд оқитын жігіттер бар, қаза қылмай. Жетісайда анау Илиш деген қасында бір ауыл бар. Айтпай қойын, там қойып жүресіздерге. Сол бір ағамыз ба сол жерде. Ағамыздың 35-40 жылдай болған екен, тахаджуд намазын 4-5 рет қаза қылып алған екен. 35-40 жылда 4-5 рет тахаджуд намазын қаза қылып алған екен. Сондай адамдар бар екен да жердің бетінде. Ол Қазақстанда бар екен ондайлар. Көрдіңіздер ме? Әр адамның осындай несі болу керек екен, Құдаймен өзінің жеке бір байланысы болу керек екен. Мысалға, біреу күніне 100 000 истиғфар айтып қою мүмкін деген сияқты. Міне осы айтайын деген нәрсемді түсініп жатқан болсаңыздар, жалпы елге барған кезде не істемеуіміз керек екен? Тастап қоймауымыз керек екен. Мына жақта қандай жақсы болып жүрдік, елге барғанда соның барлығын тастап қоймау. Дұрыс, мына жақтың өзінің әсері бар, қасиетті бұл жерлер. Адамға өзінің беретін нәрселері бар. Жаңағы бір сахаба келіп кетіп бара жатыр еді мешітке қарай. Осы жерде болып жатқан оқиғалар ғой бәрі. Жолда Абу Бәкір кездесіп қалды, пәленше қаққа барасың, жол болсын. Жол болсын дейді. Сонымен Алланың елшісіне бара жатыр едім дейді. Бір сұрақ көкейімді тесіп бара жатыр дейді. Қандай сұрақ? Пайғамбардың қасында отырсам дейді, иманым күшіп, менен тақуа адам жоқ дейді, уағызында оқыған кезде. Сыртқа шықсам, мұнафық сияқтымын дейді, өзгеріп кетемін дейді. Ана қара, айтып тұрған нәрсесін қараңыз. Бәріміз де сондаймыз ғой. Уағызында оқыған кезде, ой, қопарып тастағым келіп тұрады, бәрін күшті болып, қазір шыққасын тәк садақа берем, бүйтем, сөйтем, шыққаннан кейін Аллаху акбар болып кетеді. Басқа шаруа келіп кете береміз да. Сонымен мұнафықпын ба мен дейді. Сонда Абу Бәкір радиаллаху анху айтады, осы сұрақ мені де мазалап жүрді. Екеуміз барайық дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға барып айтса не дейді? Сендер егер де дейді, менің жанымдағыдай иманның дәрежесімен отыра беретін болсаңдар, жүре беретін болсаңдар, онда сендер періштелерді көретін болады енді дейді. Көрдіңіздер ме? Бірақ ол мүмкін емес дейді. Иманның дәрежесі не істеп тұрады екен? Көтеріліп түсіп тұрады екен. Дұрыс, айтайын деп жатқан нәрсем, дұрыс, мына жерде иман күшейіп күшті болып жүрміз. Ертең елге барғанда ол шамалы не істейді? Азаяды, түседі. Бірақ азайды түсті деп оны тәрк етуге мүлдем болмайды. Қайтадан оны жандандыруға не істеуіміз керек екен? Әрекет жасауымыз керек екен. Осы жерлерде қайта-қайта дұға қылу керек. Я Алла, мені мына жерге қайтадан әкелші деп. Алла тағала шақырған адам келеді. Ешкім тоқтата алмайды. Тоқтатқан адам осы жерден қайтады деген сияқты. Көрдіңіздер ме? Осы нәрселерге қатты мән беруіміз керек екен. Енді айтайын, бір негізгі айтайын деген нәрсем, менің бұл неге қатысты, осы қалаға қатысты. Өткенде де айтқанмын, бұл қала Алла тағала өзінің пайғамбарына таңдап берген қала. Бұл қала жер бетіндегі берекесі асып тасыған бірден бір қала. Мекке бұл қала сияқты емес. Мекке бұл қала сияқты емес. Неге? Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты, я Алла, Ибрахим Меккеге сұраған болса деді, мен Мәдинаға 2 есе сұрайым деп айтқан. Екі қаладағы айырмашылықты көріп жатсыздар ма? Мына жақ басқаша бір адамға ләззат сыйлайды, көрдіңіздер ме? Керемет бір. Шынымен нұрланған қала. Мәдина Мунаввара, нұрланған Мәдина қаласы бұл. Бұл қалада өйткені кім бар? Алланың елшісі бар, және оның қабірі бар, саллаллаху алейхи уассалам. Ол қабір болып тұра берсін, бірақ ол кісіне әрбіріңнің салауатыңа жауап берем, мен тіремін дейді. Көрдіңіздер ме? Әрбіріміздің салауатымызға жауап береді екен. Бұл қалада салауат айтпау, бұл өте үлкен қатеге алып барады екен. Бұл қалада көп салауат айту керек. Кеше Меккеде көп истиғфар, зікір айттық, Алланы мақтап. Мына қалада пайғамбарға көп салауат айтуымыз керек екен, саллаллаху алейхи уассаламды. Көрдіңіздер ме? Өйткені салауат деген ғибадат. Жер бетіндегі Алла тағала түсірген кітапта айтылған жалғыз түйір ғибадат екен, Алла өзінен бастаған. Қараңыздар. Алла тағала өзінен бастаған жалғыз ғибадат осы салауат екен. Қалғандарының барлығында пенделерінде айтады Алла тағала. Ей, иман келтіргендер, бүйтіңдер. Ей, иман келтіргендер, сөйтіңдер. Ей, иман келтіргендер, құрбан шалып намаз оқыңдар. Көрдіңіздер ме? Кімге айтып жатыр? Алла бәрін бізге айтып жатыр, иман келтіргендерге. Енді қараңыздар, жалғыз ғана амал бар екен, Алла өзі бастайды екен бұны. Пенделеріне айтпайды екен. Бірінші өзі бастайды, кейін періштелерге айтады, кейін барып бізге айтады екен. Ол қандай амал? Алла тағала Құран кәрімде айтты, бисмиллахир рахманир рахим. Инналлаха
ва малаикатаху юсаллуна алан наби дейді. Ана қараңыз. Ақиқатында Алла тағала дейді, ең бірінші өзі. Және оның періштелері дейді. Пайғамбарға сәлем салауат айтады дейді. Ана қараңыз. Алла тағала пайғамбарға салауат айтады дейді. Ана қараңыз. Қай пайғамбарға? Міне, ана қабірдің иесіне айтады, саллаллаху алейхи ва саллям. Алла салауат айтады дейді. Оның періштелері салауат айтады дейді. Періштелерінің санын Алладан басқа ешкім білмейді. Байтул Мағмур деген ана кеше Кағбаның төбесінде періштелер тауап қылатын жер бар, көкте, 7-ші көкте. Сол жерде Ибраһим пайғамбар отыр дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям миғражға көтерілген кезде айтады. Ол Қағбаны, көктегі Байтул Мағмурды бір күнде 70 мың періште тауап қылады екен дейді. Кейін олар шығып кетеді екен, екінші топ келеді екен. Ана шығып кеткен топ қиямет күнінде дейін қайтадан кірмейді дейді ана тауап қылатын жерге. Келесі топ 70 мың кіреді, шығып кетеді. Келесі кіреді, шығып кетеді. Қараңыз енді қаншама сан жетпейді. Біздің сан, мына дүниенің саны жетпейді періштелердің санына. Сол періштелердің барлығы кімге салауат айтады дейді? Пайғамбарға салауат айтып тұрады дейді. Ана қараңыздар. Үздіксіз айтып тұрады. Біз ғой естіп тұтай беретін. Үздіксіз салауат айтып тұрады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға. Мәртебесін қараңыздар Аллахың елшісін. Енді Алла тағала ең соңында барып бізге айтады. Я юхалладина аману. Ей иман келтірген пенделер. Дұрыс, бәріміз иман келтірдік Аллаға, оның пайғамбарына, оның періштелеріне, кітаптарына, қиямет күніне жақсылық пен жамандықтың Алладан екендігіне иман келтірдік. Дұрыс па? Енді бізге айтып отыр. Ей иман келтіргендер, саллу алейхи ва саллиму таслима. Сендер де пайғамбарға салауат айтып, сәлем жолдап тұрыңдар дейді. Салауат айтып қана қоймаңдар дейді. Сәлем жолдап тұрыңдар тағы да дейді. Саллаллаху алейхи деп қоя салма, ва саллам деп айт дейді. Саллаллаху алейхи ва саллам деп айт дейді Алла тағала. Көрдіңіздер ма? Енді осы жерде сұрақты болады. Алланың салауаты деген не нәрсе? Періштелердікі деген не? Адамдікі деген не деген сұрақ болады. Алланың салауаты тәпсір кітаптарында айтады. Бұл Алланың пайғамбарға берген бүкіл нығметі мен берекеті екен. Сондай Алла тағала өзінің пайғамбарын көтерді. Өткенде де айтқан, ла илаха иллалла дегеннен кімді айтатындай қылып тастады? Мұхаммадун расулалла деп айтатындай қылып тастады Алла тағала. Көрдіңіз бе? Бұл Алланың пайғамбарға айтқан салауат екен. Варфаъна лака зикрак. Ей Мұхаммед, біз сенің мәртебеңді ұлы қылып көтеріп қойғанбыз дейді Алла тағала. Алла біз көзіміз көтеріп қойғанбыз дейді. Оны ешкім түсіре алмайды дейді. Көрдіңіздер ме? Бұның барлығы Алланың пайғамбарға берген салауат екен. Періштелердің салауаты үздіксіз пайғамбарға тілеп тұрған истиғфарлар екен. Ал біздің салауат ше, саллаллаху алейхи ва саллам деп менің айтқан салауатым ше, закатун лакум деп айтады пайғамбар. Сендерді өздеріңді тазалайтын нәрсе дейді. Ол не ор? Өйткені бір саллаллаху алейхи ва саллам деп айтқан адамға Алла тағала 10 жақсылық істеді деп жазады дейді. Таңғы қара. Дым істеген жоқсыз, бірақ 10 жақсылық істеді деп жазып қояды дейді. 10 күнәсін кешіріп тастайды дейді. 10 дәрежеге көтереді дейді. 30 нәрсені береді екен Алла тағала. 10 күнәні кешіреді, 10 жақсылық жазады, 10 дәрежеге көтереді екен. 30 нәрсені Алла тағала бір рет саллаллаху алейхи ва саллам деп айтқан адамға береді екен. Ана қараңыз. Ағыл да төгіл жаққан не екен? Сауап екен. Айтатын адам болса ғанеки бірақ енді. Демек, бұл салауат кімді тазалайды екен? Адам біздің өзімізді тазалайды. Осы аяттар түскеннен кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның өте ұлы Құран кәрімнің білгірі деп аталған сахабасы бар. Убай ибн Кааб деген. Танисыздар ма, танымайсыздар ма? Осы мәжидалық сахаба ол. Убай ибн Кааб деген. Убай ибн Кааб пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам шақырып алады екен. Убай бергеш үйінде шақырып алады екен анау. Жасыл не тұр ғой мұнара. Соның асты пайғамбардың үйі, жаққан қабірі. Айша анамыз екеуі отырған. Сол үйіне шақырып алады екен да, әйелдерінің барлығын шығарып жіберіп, Убай Құран оқышы деп айтады екен, ана қараңыз. Сонда Убай ибн Кааб айтады, "Я Алланың иесі Құран сізге түсті ғой" деп айтты. "Мен қалай оқып беремін саған?" Сонда мен сенен тыңдағанды жақсы көремін деп айтады екен, ана қараңыз. Сондай ұлы мәртебелі сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға осы аяттар түскеннен кейін келіп тұр дейді. "Я Алланың иесі" дейді. "Менің түнде бір сағат уақытым бар" дейді. "Өзім тұрып жеке Аллаға дұға қыламын, керегімді сұраймын" дейді. Сол дұға қылып 1 сағат дұға қылып жатқан кезімде бір 10-15 минут салауат айтсам жете ма деп айтады екен да. 10-15 минутта неше салауат айтасыз? Бір 70-80 салауат айтылуы мүмкін, дұрыс па? Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам жымиятты айтады. "Ей Убай" дейді. "Хада хайрун" дейді. "Бұл өте жақсы.
егер де тағы үстіне қосатын болсаң, сен үшін қайырлы дейді ана қараңыз. Мен үшін деп отыр ма пайғамбар? Жоқ, сен үшін қайырлы дейді. Көрдіңіз бе? Сонда Убай ибн Кааб айтады: "Я Алланың елшісі, олай болатын мен жарты сағат айтамын" дейді салауат. Пайғамбар тағы жымиятты айтады: "Ей Убай" дейді, бұл өте жақсы. Егер де тағы да қосатын болсаң, сен үшін қайырлы дейді. Сонда Убай ибн Кааб тұрады да: "Алланың елшісі, онда сол бір сағатты түгелімен салауат айтамын" дейді ғой. Болды, дұға қылмай салауат айтатын болып шештім дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді: "Идан" дейді, олай болатын болса, ей Убай, юғфару лака замбук ва тукфа хамбук деп айтты. Алла сенің бүкіл күнәңді кешіріп дейді, жүрегіңдегі қайғыңды сейілтіп жібереді деп айтады. Онан қараңыз. Пайғамбарға айтылған салауат не істейді екен? Күнәңді кешіріп жібереді екен. Сені тазалайды деп айтқаны сол екен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Ол кісі мұқтаж емес салауатқа, біз мұқтаж екенбіз. Көрдіңіздер ме? Әркімнің ішінде не бар? Әркімнің ішінде бір әттеген айы бар. Дұрыс па? Әркімнің Алла тағала айтқанын бір каналын қысып қойған. Төрт құбыласы тең адам жоқ. Өзін сыртқа жүнді қампайтып көрсеткенмен ол не? Рухани жағынан жұпыны ол. Сыртқа деп көрсетеді өзін, сондай күшті сияқты көрсетеді. Инстаграмда неде өзін бақытты сияқты көрсетеді. Жоқ, не, бірақ не ол? Оның ішінде бәрібір ауру бар. Көрдіңіздер ме? Әркімнің жүрегінде бір дерт бар. Сол дертті тазалайтын нәрсе не екен? Пайғамбарға айтылған салауат екен. Ана қараңыздар. Саллаллаху алейхи уассалам деген сөз екен. Көрдіңіздер ме? Бұл салауатты көтергендігі соншалықты Алла тағала ең ұлы ғибадаттың ішіне тығып қойған ғой салауатты. Ең ұлы ғибадат қандай ғибадат? Намаз. Намаздан асқан ұлы ғибадат бар ма? Жоқ, намаздан асқан. Қалғанның барлығы өзінің белгілі уақытында ғана істелінеді, болды. Ал намаз күн сайын адамның үстінде айналып. Сол намазға Алла тағала тығып қойған пайғамбарға салауат дейді. Барлығымыз білетін ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-таййибат. Бүкіл сәлем, игілік, жақсылық атаулының барлығы Аллаға болсын дейді. Ассаламу алейка айюхан наби дейді. Ей пайғамбар, саған Алланың сәлемі болсын дейді. Ана қараңыз. Ат-тахияттың ішінде тұр ма? Ат-тахият дұғасын оқу, соның мөлшерінде отыру, ханафи мазхабында уәжіп, намаз кемел болмайды ат-тахиятты оқымасаңыз. Араның ішінде салауат бар, тем более оның ішінде, көрдіңіз бе? Айюха деген сөз, айюха деген араб тілінде не деп айтады? Дамирул хитаб деп айтады. Алдында отырған адамға айтасың. Алдыңдағы бар адамға айюха деп айтады. Жоқ адамға айюха деп айтпайсың. Ей деп айтпайсың ғой жоқ адамға. Жоқ адамға аяқта ой деп айқайлау керек қой. Дұрыс па? Айюха деген сөз міне алдыңда отырған адамды айтады. Демек, намазда ат-тахиятта айтып жатқан кезде пайғамбарға қақ алдында отырып сәлем бергендей екен де. Көрдіңіздер ме? Ассаламу алейка айюхан наби деген пайғамбарға қақ алдында отырып сәлем бергенмен бірдей екен ат-тахиятта. Ат-тахиятты бітіргеннен кейін тағы не бар? Салауат бар. Ол біткеннен кейін не бар? Аллахума бәрик бар, дұрыс па? Соның әрқайсысын ойлай беріңіз. 10 дәрежеге көтереді, 10 жақсылық жасады, 10 күнәні кешіріп жатыр. Намаз тазалайды деген осы екен де, көрдіңіздер ме? Намаз адамды келесі намазға дейін тазалап тастайды деген осы. Міне осы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға салауатты көп айтатын біз қалада тұрмыз. Имам Ибнул Қайюм әл-Жаузи деген өте ұлы ғалым бар исламда. Сол кісі салауат айтудың 43 пайдасын жазып шыққан ғой, 43 пайдасын. Өзінің басынан өткізген 43 пайдасын жазып шыққан. Біреулер оны 150-ге дейін апарады. Пайдасы, салауаттың пайдасын. Көрдіңіздер ма? Ана имам Ахмад ибн Хамбал деген өте үлкен ғалым бар. Осы Хамбали мазхабының көрнекті ғалымы. Сол кісі Иракта жүрген кезінде жаңағы бір қалаға барады. Бұны бәрі таниды. Имам Ахмад Хамбал деген Иракта, араб жазирасында өте ұлы ғалым бар екен, пайғамбардың хадисін барлығын жаттап алған дейді. Бірақ оны танымай, түрін білмейді ешкім оны. Қазіргідей дейсің бе, аш балишы ұстасы, түгенші ұстасы атып шығады ютубтан неден. Осы ба? Ол кезде жоқ қой ондай технология. Бірақ адамдар естіп, анаған ғашық болып қалған ғой жаңағы. Көрмей ғашық болып қалған имам Ахмадқа. Сонымен бір қалаға барады, бұның имам Ахмад екен кім біледі? Жаңағы қала мешіттің есігін жабады, құптан оқып болғаннан кейін. Мен ғариб, бөтен адам едім, сапарда жүрген. Мешітке қонып кетейін десе имам Ахмад Хамбал. Бар кет деп анау аяғынан сүйреп қарауылды.
далаға апарып лақтырып тастайды екен, мешіттің сыртына апарып. Танымайды ғой Ахмад ибн, мен Ахмад ибн Хамбалмын ғой деп айтпайды ғой. Ғалымдар өте кішіпейіл болған ғой. Жаңбыр құйып тұр дейді далада, үстінің бәрі батпақ жатыр дейді. Бүкіл ислам әлемінің төбеге көтеріп отырған ғалым. Ана қараңыздар. Сонда бір наубайшы кетіп бара жатыр дейді, төбесіне бүйтіп. Жаңбыр жауып жатыр ғой. Кетіп бара жатып, пәленше не істеп жатсың? Сапарда жүретін, қонатын жер болмайды, кеттік жүрейін. Үйді алып кетеді жаңа кісі. Сөйтсе ол кісі наубайшы екен. Үйіне барады, ана имам Ахмадтың үстіне киімін кептіреді, жақсылап қарайды, не қылады. Нан жауып тұр дейді, көтерілген қамырды. Бисмилля деп пақ еткізіп ұрады дейді тандырға. Нан піскен кезде саллаллаху алейхи уассалам деп алады дейді. Қайтты тақ еткізеді де бисмилля деп. Піскен кезде саллаллаху алейхи уассалам деп алады дейді ағамыз. Имам Ахмад ибн Хамбал қарап таңғалып отырды. Ай вот сонда деп. Сонда нан жауып біткеннен кейін айтады, сен мына амалың қызық екен дейді, бір жақсы күшті. Қандай берекетін көріп жатсың осы амалдың сен дейді. Сонда наубайшы айтады дейді, менің бүкіл дұғамды Алла тағала қабыл қылды дейді, ешқайсысын қайтарған жоқ дейді. Не тілейін дейді намаздан кейін, сразу қабыл болады дейді. Бірақ бір дұғам қабыл болмай жүргеніне бірнеше жылдар болып қалды дейді. Қандай дұға? Біздің Иракта дейді, араб жазирасына атақты ұлы имам Ахмад ибн Хамбал деген ғалым бар екен дейді. Пайғамбардың бүкіл хадисін жаттап алған дейді. Бір құдай сонымен кездестірмей қойды ғой деп айтады дейді. Сонда имам Ахмад ибн Хамбал жылап жіберіп айтады дейді ғой, құдай саған аяғыңнан сүйреп әкеліп лақтырып берді ғой алдыңа деп айтады дейді. Көрдіңіздер ма, ненің берекетінен екен? Пайғамбарға айтылған салауаттың берекетінен екен, көрдіңіздер ма? Сондықтан Омар ибн Хаттаб айтады, кімде-кім дұға қылып тұрып дейді, дұға қылып тұрып пайғамбарға салауат айтпайтын болса, оның дұғасы бұлтқа да жетпейді деп айтады. Көтерілмейді дейді. Қашан пайғамбарға салауат айтылған кезде ол көтеріп кетеді дейді дұға. Көрдіңіздер ма? Пайғамбарға айтылған салауаттың берекеті осындай ұлы екен. Мына Шам жерінде әлі тірі ол кісі имам Мұхаммад Хайру Шаал деген Дамаск деген қалада бір мешітте имам кісі бар, өте ғалым жақсы кісі. Сол кісінің жамағаты бар екен, мешіттің жамағаты ғой. Сол жамағаттың ішінде бір кісі бар екен де, әрдайым намаздан кейін қалып қойып отырып, өзі салауат айтып отырады екен. Енді мына Имекең білгісі келеді ғой, қандай берекетін көріп жатсың деп. Сұрағысы келеді да, бірақ енді келмейді анан. Бірақ ана кісі мебелшік екен, стол құрастырады екен да. Сол Алланың қалауымен бір күні жаңағы Имекеңнің столының табан несі сынады ғой, аяғы. Аяғы сынады да, ана кісіні шақыру керек болады. Сәлім деген кісі екен, ата сәке осындай сынып қалды столының аяғы, жөндеп бересің ба кабинетке келіп. Кабинетке келеді, сәкең столдың аяғын жөндеп береді, кофені береді, жақсылап. Әңгіменің ұшын шығару керек қой, шығара алмай жатыр әрбір. Сама айтады ғой, сен салауатты көп айтасың, екеуміздің арамызда қалсын. Сол қандай бір берекетін көріп жатсың сен дейді. Сонда жаңа Сәлім деген кісі жылап жіберген екен. Жылаған екен да, айтқан екен. Имеке, бұл салауаттың берекетін мен қалай көргенмін дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды түсімде көрдім мен дейді. Көрдіңіздер ма? Кімде-кім оны көрсе, шынымен оны көрді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім түсінде мені көрсе, ол мені көрді дейді. Өйткені шайтан менің бейнемде келе алмайды дейді. Көрдіңіздер ма? Кеше мына ана қарама-қарсы Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мешітіне қарама-қарсы гостиницада болған оқиғаны айттым ба, айтпадым ба білмеймін. Бір әжеміз, кеше біздің қазақ әжеміз бір компаниямен келген осы кеше. Біздің алдымызда бір потокпен келген екен. Апаларды кіргізбеген ғой мына неге. Раудаға Пайғамбар саллаллаху алейхи сәлем беруге не кіргізбеген. Ана апам жылап, еңіреп, кіре алмадың деп. Сонымен гостиницасының терезесінен қарап отырып, Алланың елшісі деп айтқан екен да. Пайғамбар, мен келіп тұрып саған сәлем бере алмай жатырмын, қасыңа барып, кіргізбей жатырмын мыналар. Мені кешір, жазғыра көрме деп айтқан ғой апамыз. Әжем кешкісін демалған кезде түсінде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам келген екен, апама, қазақ апаға келген. Апа, сіздің салауатыңызға мен жауап бердім деп айтады дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сіздің салауатыңыз маған сәлеміңіз жетті, мен жауап бердім деп айтты дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Апамыз, біздің қазақ апамыз, Алматынікі ма, бір жақта екен. Көрдіңіздер ма? Ол кісі келсе шынымен келді. Сіздер де кіре алмай қалып жатсаңыздар, осы жерден жолдай беріңіздер, барады Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жауап береді сіздерге. Көрдіңіздер ма? Ешқандай қаймық, қажы, жағы, ренжіп не қылуға болмайды. Ол да бір тағдыр Алланың нәсіп етпей тұрған. Сонымен жаңағы ағамыз Сәлім дейді, көкеміз, түсімде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам келді дейді ғой.
ей Сәлім, сен менімен бірге жәннатта боласың деп айтты дейді. Анан қараңыз. Ағыл да тегіл жыладым дейді жаңа кісі айтады. Ау. Тыңдап алсаңыздар, негізі тамақ кейінде желіне береді ол, асықпай. Иә. Сонымен Sen жылап жеді. Сәлім көкеміз ұйықтап жатыр, жылайды екен жаңа. Ана пайғамбар саллаллаху келіп андай қылып айтқаннан кейін енді Алланың елшісі маған бір нәрсені өсиет етші, мен соны істеп жүрейін, тым болмаса деп айттым дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді, ей Сәлім дейді, таң атқан кезде, кеш батқан кезде жүрегіңді тазалап жат деп айтты дейді. Біреуге деген өшпенділіктен, жек көрушіліктен, көре алмаушылықтан, тәкаппарлықтан түрлі жүректің аурулары бар ғой. Құлақ жүрек. Соның барлығын тазалап, кешіріп жат, ұйқыдан тұрған кезде тазалап кешіріп тұр деп айтты. Ананы еңкілдеп жылай берген кейде бір сондай түстер болады ғой. Оянып кетсең, көпшіктің бәрі шылқып су болып жатады. Жастық деп айтамыз, сіздерде біз жақта көпшік деп айтады. Жастықтың да, ана ағамыз айтады, тұрсам, жастықтың барлығы шылқып кеткен дейді. Енді анадан кейін қалай мен салауатты тоқтатам дейді пайғамбарға саллаллаху алейхи ва саллям. Сонымен жаңа жөн дейді, осы білгісі бет тұрған сол ғой имекең жаңа. Имекең біліп ал. Анау кетті жамағат кісі жаңағы. Сол имам айтады, 6 ай өтті арада дейді. Мен дәл сол кездері имам Термизидің ғалым бар, Өзбекстаннан шыққан. Пайғамбар салам хадистерін жинаған өте ұлы ғалым. Сол кісінің 600 имам Термизидің Сахих хадисі деген кітабын жазып жинақтап отыр едім дейді. Ішінен тарс еткізіп хадис шықты дейді ғой. Жаңа Сәлім көкенің айтқан хадис шықты дейді ішінен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Анас ибн Малик деген сахабасына, осы мәдиналық ансарлық сахабасына айтқан екен. Я Анас, ей bunayya, ей балақай, ин истатa'та ан тусбиха ва тумси. Шамаң жетсе, таңертең кеш батқан кезде, таң атқан кезде, ва лайса фи қалбика ғишшун ли ахадин минал муслимин. Жүрегіңде ешқандай жаңа мен айтқан нәрселер бар ғой, көре алмаушылық, жек көрушілік, өшпенділік, ренжу, ана кешіре алмайсың анан. Соның барлығын тазалап жатсаң дейді. Шамаң жетсе істе деп айтты дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Хада мин суннати дейді. Бұл менің сүннетімнен деп айтты. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзіне зиян істеген адамның барлығын жатарда кешіріп жатады дейді. Ондай жүрек бар ма? Кім айта алады мен кешіріп жата аламын деп? Өзіңнің бауырыңның істеген зияндығын кешіре алмаймыз біз. Өз екеуің бір әкеден бір шешеден шыққансыңдар, бірақ не? Соны кешіре алмай әлі күнге дейін 30 жыл бойы бір-бірімен қатынаспай келе жатқан менің туысқаным бар. 30 жыл болған. Ана екі айын абысын деп айтады ғой. Абысын ана қырылып жатқан баланы бір-бірін боқтап жіберген. Сонымен абысын екеуі қырылған, абысыннан екі ағайынды бір-бірімен бір ауылда араласпай кеткенше 30 жыл болған. Қараңыз, не деген кек анау. Ертең дәл солай өліп кетсе не болады ертең анау? Ахат сөйлей берсе, лабағымды жастырыз. Сонда бұл көрдіңіздер ма? Кім болса соған нәсіп болатын нәрсе емес екен де, ана жүректі тазалау деген. Ал жаңағы Сәлім көке ше? Сәлім көкеміз айтады дейді, жаңа түс көрген. Мен сол түсті көргеннен бері мүлдем еш нәрсені жүрегіме қабылдамайтын болдым дейді. Біреу мені боқтай ма, ренжи ма, мен оған ренжим, бәрін тазалап тастайын деп айтады. Ештеңе, мынаны сау қыл, ұйқым рахат деп айтады дейді. Адам ұйқысы да рахаттанады, ма таза болса. Но таза болмаса, ойбой, ұйқыда келмей дөңбекшіп түнімен жатасың. Біреуді көре алмайтындар вообще ұйықтай алмайды екен жаңа. Бір жігіт айтып тұрып, көршімді көре алмаймын дейді. Мә, сәкіде жатсам да далада ұйықтай алмаймын дейді. Білмеймін ана, жыным келіп жүреді дейді өзімен өзі. Мен ештеңемді алған жоқ дейді бірақ ол. Бірақ асып баратыр дейді шамалы. Астына күшті машина алып жатыр, көтеріліп барады. Менің ештеңемді алып, бірақ мен соны көре алмай ұйықтай алмаймын дейді. Өзі зиянды істеп жүрді бейшара. Нең бар біреудің дүниесінде? Көрдіңіз бе? Осылай өз-өзімізді құртамыз да. Сол жүректе пайғамбар салам айтып жатыр, "Хаза мин суннати" дейді. Бұл менің сүннетімнен дейді, жүрек тазалап жату. "Ва ман ахия суннати фақад ахаббани." Кім менің сүннетімді тірілтсе, онда ол мені жақсы көргендігінің белгісі дейді. Ана қараңыз. "Ва ман ахаббани фаякуну ма'i фил жанна." Ал кім мен жақсы көретін болса, менімен бірге жәннатта болады деп айтты дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ана қараңыздар. Сол хадисті жаңағы имекең тауып алған ғой. Телефонды алғанда бағанағы мебелші көке бар ғой. Сәлім көкеге звондаған. Сәлім көке, ана сіз көрген түсіңізде көрген оқиға мына жерде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Анас ибн Малик деген сахабасына айтыпты дейді ғой.
имам Термизиде келіп тұр екен де хадистің мәтінін оқып береді тақ еткізіп имекең. Сонда жаңа мебелшік Сәлім көкем телефонның ар жағында ойбайлап жылап жатыр дейді. Имеке валлахи деп айтады дейді, мен алламен ант етейін дейді, бұл хадисті қанша жыл өмір сүрсем де бірінші рет естіптім деп айтады дейді. Маған пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам келіп айтқанға дейін мен оны білмейді екенмін деп айтады дейді. Көрдіңіздер ме? Бұл ненің берекеті екен? Пайғамбарға айтылған салауаттың берекеті екен. Көрдіңіздер ме? Салауат жүрегіңізді тазалайды, әрі не істейді? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды көруге себепші болады екен. Көруге себепші болады екен. Бірақ көргенде де ол кісінің жақсылықпен көруді нәсіп етсін Алла тағала. Өйткені ана Ақтөбеде бір жолдас балама, өзім танитын жолдас балама, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам келді дейді да айтты, ей пәленше намазыңды дұрыстап оқы деп айтты да ренжулі кейіппен кетіп қалды дейді. Маған айтады, мен соны не істеймін дейді. Жынтсың ба, не істейміз? Мен не істеймін саған? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты, солай істе. Бірдеңе деп мен айтылған ба ол кісінің артынан? Намазыңды дұрыстап оқы дедім ау, дұрыстап оқы намазыңды. Сөйтсе ол бес уақыт оқып жүріп, кейін Жұмабай болып кеткен екен да жаңа жігіт. Жұмабай айтпай дегендер бар ғой бізде. Оразабай деген сияқты. Тек жаңа белгілі бір уақыттарда Құдай еске алады да, одан кейін лақтырып жібере салады. Сосын басы бір жерге қадалған кезде тағы Құдай керек болады. Ондай болмау керек, көрдіңіз ба? Алла не дейді? Мені кең кезіңде еске алып жүр дейді. Таршылыққа түскен кезде мен суырып алып шығамын дейді сені. Біз ше тек қана басымыз барып келген кезде барып Құдайды еске аламыз, сосын бітпейді шаруа, не істеп бітеді? Оған дейін алынбағанда Құдай еске. Оған дейін керек емес, обязательно шаруаң қадалған кезде, басыңа проблема түскен кезде, братандарың бітіре алмай жатқан кезде керек болып қалады Құдай. Братандар бітіріп тұрған кезде Құдай да керек жоқ болып қалады. Көрдіңіз ба? Сондай біздің сеніміміз бұзылып бара жатыр да. Соның барлығына не істеуіміз керек екен, бауырлар, Алланың қонақтары, сақ болуымыз керек екен. Енді соңғы бір немен аяқтайын, оқиғамен. Шаршап кеткен жақсы тамақтарыңызды ішіңіз деп. Имам Ғазали деген үлкен ғалым бар. Имам Ғазали. Сол Имам Ғазали бір күні шәкірттеріне сабақ беріп отыр екен. Алдында 600 шәкірт отыр екен Имам Ғазалидің. Сонда сабағын түсіндіріп болғаннан кейін, құрметті шәкірттер, сұрақтарың бар ма деп айтты дейді. Шәкірттердің барлығы ұстаз түсінікті деп айтты дейді. Бір танымайтын бір жігіт келді де, ұстаз, менің сұрағым бар деп айтады дейді. Ғариб дейді, танымайтын бір кісі. Сол келіпті, имам дейді. Алла тағала Құран кәрімде күллі яумин хуа фи ша'n. Алла тағала күн сайын бір нәрсені жасаудың үстінде деген аят бар дейді. Сол Құдайдың бүгінгі шаруасы не дейді ол? Ана қараңыз. Бүгінгі Құдайдың шаруасы не дейді? Сұрақты қарасаңшы, андайда сұрақ болады екен ол. Имам Ғазали қақтым дейді осы, не істеп жатқан Құдайдың бүгінгі шаруасы не екен? Сонымен, бауырым, ертең кеш дейді, жауап беремін де, иншалла. Үйіне барады да кітаптың бәрін ақтарады ғой. Жауап жоқ. Азанда келеді, ана жаңа, ұстаз, кешегі сұрақтың жауабы не болды дейді. 600 шәкірт отыр алдында. Ана шәкіртті дейді 600-ді. Әлемнің әрбір қаласына бір-бірден тастап тастаса дейді, жердің бетінде надандық деген дерт қалмайды дейді. Сондай ұлы шәкірттер ғалымда. Сонда ана шәкірттері де мықты болып тұр ғой, қарасаңыздаршы ұстаздарына. Ой, ұстаз, біз мынадан сабақ алып жүріп, дым білмейді ғой деп, кітаптарын жинап алып кетіп, ешқайсысы кетпеген екен. Бізде ше, сен шетелде оқып келдің ғой, мынадай сұрағым бар дейді да, оны мен білмейді екенмін десең, ой, не оқып келдің сен дейді. Көрдіңіз бе, бірден осылайды. Ол шәкірттің жүрегінде дерт бар да. Көрдіңіз бе? Енді шетелде оқығанның бәрі не? Періште ма не бүкіл нәрсені білетін? Жоқ, пенде болғанда оның білмейтін нәрсесі болады, білмейтін нәрсесі болады, білетін нәрсесі болады, естігені болады деген сияқты әртүрлі ғой. Сонда шәкірттерінің саф таза жүректері ана ұстазы туралы бірде бір жаман ойға бармаған дейді ғой. Біреу шығып тұрып кетіп қалмаған дейді. Имам айтты дейді Ғазали, ертең кеш, ертең жауап беремін дейді. Иншалла. Сонымен түнімен намаз оқиды ғой Имам Ғазали. Салауат айтады, намаз оқиды, жай намаздың үстінде отқан кезде әттахиятта ұйықтап кетеді екен жаңа. Шаршатты, күндіз сабақ беріп, түнімен шаршайсың ғой намазға. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кетті ғой Имам Ғазалиге де. Бұл ғалымдар мен сұрақтардың жауабын қалай табады десем, пайғамбар саллаллаху келіп айтып тұрады екен ғой ғалымдарға. Бәсе ана имам Абу Ханифаның айтқан фатуаларын оқысаңыздар, адамның ақылы жетпейді да, мына қалай алды десек, ол кісілерге осылай екен ғой. Көрдіңіздер ме? Енді біліп жатыр ғой. Имам Ғазалиге келіп айтты дейді, имам,
саған қойылған сұрақтың жауабы былай деп бәрін айтып кетті. Имам Ғазали ұйқыдан тұрып таң намазын алып, шәкірттердің бәрі келіп жатыр. Кешегі жігіт қайда? Қандай сенің сұрағың? Осылай бүгінгі Құдайдың шаруасы не дейді ғой? Сонда имам Ғазали айтады, Алла тағала бір қауымдарды бар қылып жатыр дейді. Бір қауымдарды жоқ қылып жатыр дейді. Бір қауымдарды көтеріп жатыр дейді. Бір қауымдарды түсіріп жатыр. Бір қауымдарды былай қылып жатыр. Бір қауымдарды мынадай қылып жатыр дейді. Тура жолға салып жатыр, адастырып жатыр. Барлығын имам Ғазали пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қалай айтты, солай тақ айтып берген ғой. Сонда жаңағы тұрып жігіт айтады дейді, сұрақ қойған жігіт айтады дейді. Имам деп айтады дейді. Солли мен алламака хаза фил манам деп айтты. Имам, түсіңде осыны үйретіп кеткен кісіге салауат айтуды ұмытпай жүрсен деп айтады. Сөйтті де кетіп қалды дейді. Мынауың имам Ғазалида өтіп кеткен әулие ма бірдеңе болып тұр ғой. Түсіңде дейді, саған осы сұрақтың жауабын үйретіп кеткен кісіге салауат айтып жүруді ұмытпа сен деп айтады дейді. Сонда ғалымдарымыз тексереді ғой, неге бұлай болды деп. Сөйтсе имам Ғазали соңғы 3-4 күнде пайғамбарға салауат айтуды ұмытып кеткен екен дейді. Соны ана ескертуге келтіргенде жаңа кісі. Қалай Құдайдың сүйікті пенделері. Екінші бір ғалымдар айтады, имам Ғазалидің ішінде андай не туылған болуы мүмкін дейді. Өз-өзіне қызығушылық деген бар. Ой, мен істетіп жатырмын ба не деген сияқты. Өз-өзіңе таңғалып жүресің ғой кейде, дұрыс па? Мен қолымнан да келеді екен ғой бұндай. Ана 600 шәкіртті көрген кезде сондай нәрсе кірген бұл тағажжүб деп айтады бұны шариғатта. Өз-өзіне қызығу деген. Ой, мен деген бүйтемін. Ой, мен деген 100 рет қажы болғаным. Ой, мен деген. Көрдіңіз ба? Өз-өзін не істеу? Көтермелеу деп аталады. Сондай нәрсеге тап болып қалған болуы мүмкін, соны тәрбиелеуге кетті жақсы. Ол дүниеде тәрбиелеп алды да қайта жақсы, көрдіңіз ба? Тәубесіне келтіріп кетті да. Бұдан былай енді сақ жүреді ғой. Міне көрдіңіздер ма? Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға айтылған салауаттар екен. Міне біз сол қаладамыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға қай жерінен тұрып айтсаңыз да ол салауат жетеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, Алла тағала маған салауат үшін 2 періштені арнайы бөлік жаратып қойған. Кім маған салауат айтса дейді, ғафараллаху ләка деп айтады дейді, бірінші періште. Алла сені кешірсін, ей пенде деп айтады. Мысалға, есіміңіз кім? Әкеңіздің аты? Ақжол ұлы Мейірбек, Алла сізді кешірсін деп айтады. Ускуту шуай ихуан. Бұл кісілер тауық жегеннен сөйтеді да енді. Қай жер келмей? Жаңағы періште келмей. 2 періштені маған жаратып қойған дейді Алла тағала. Біріншісі маған салауат айтқан кезде дейді, ғафараллаху ләка, ей Ақжол ұлы Мейірбек, кешірсін сені Алла тағала деп бірінші періште дуа қылады дейді. Ана қарайсыз. Бұл періштенің қызметі тек осы. Кім салауат айтады, соған ей түгеншенің ұлы түгенше, Алла сен кешірсін деп айтады. Екінші періште ше, әмин деп тұрады екен. Сол періште әмин деген кезде дейді, Алла тағала және бүкіл періштелер қосылып әмин деп айтады. Ал керек болса. Міне салауаттың сіздер білмейтін осындай сырлары бар екен. Әлі көп қой, бұны айта берсек, таңдарды таңға жалғаймыз. Осы тәтті жерінен тоқтатып қояйық. Иншалла Алла тағала. Айта, үлгердіңіз ғой қайта, үлгермегенде вообще кететін. Соңғы бір қиссаны айтты, соңғы деп нереке таңатып кетпесін. Азында пырылдап атпай. Салауаттың жаңа айттым ғой, 43 берекеті бар. 43 берекеті бар. Соның алғашқы үштігіне кіретін нәрсені қарыздан құтылу. Адамның қарыздан құтылуына себепші болады деген салауат. Әркімнің қарызы бар. Қазір қарызсыз адам жоқ, кем дегенде Каспийголдқа қарыз. Рассрочкаға қарыз. Бар болса да үстісіне қарызға кіруге біз неміз мастер-класты бітіргенбіз. Сондай дарханбыз. Анау дәу телевизор алыпты, біз одан дәу телевизор аламыз деп. Жарықтық ана күйеуімізді не істейміз? Қинап, зорлап айтып қинап. Қой берем, бақ сәлелем. Бұш. Мен ағуа атма шедет. Қарыз біз Каспийголдқа.
Сонда қарызға деймін, қарыз дейді да. Қарыздан құтылуды айтып берейін ба сізге, қалай құтылады? Иә. Күйеуі қиынады. Күйеуі сізді де қинап жүр ау женщин. Тәуекелін құдай жалғасын. Иә. Бұл салауат қарыздан құтылуға себепші болады екен ше. Салауатты көп толтыру адамның қарыздан құтылуына себепші болады екен. Осы араб жазирасында болған өте бір керемет оқиға бар. Соны айтып берейін сіздерге, сонымен бұл тоқтатайық енді. Ренжімеңіздер. Жаңа екі жолдас бала ғой, бір-біріне ақша жүрген жерде бәле жүреді ғой өзі. Екеуміз де бизнесменбіз. Сонымен Құдайдың қалауымен біз сауда болмай, мен банкрот боламын ғой. Сонымен Нұрекен Керемет айтты, мен Нұреке бір 500 динар бере тұрыңызшы маған. Қайттан дөңгелетіп алайын деймін ғой. Нұрекеңнен 500 динар аламын, қайттан қадалам ғой. Бір өмірде сондай бір кезеңдер болады да, құлағанның үстіне құлай бересің ше. Құлағанның үстіне 10 рет құлайсың. Бірақ оның артында бір күшті жақсылық күтіп тұрады. Сабыр сақтап адам күту керек та бірақ. Сонда Нұрекең айтады, дұрыс қой енді екеуміз саудада серікпіз, бірақ енді мен келісім шартпен беремін, ертең бере алмай қалсаң қалай болады? Деп бұл менен қол хат алған, бермесем соттағанмын мен, короче. Сонымен жаңа 500 динарды аламын да тағы да қадаламын мен, жаңа саудада болмай қалады. Қиналып кетеді, отбасым қиналып жатыр, бала шағаның нәпақасы бар, базарда не істерін білмей жаңа сөйтіп жүрсем, бір кезде екі қолтығымнан көтеріп алып, екі мілтсе жаңа соттың залына қарай алып кетті. Аманшылық па, не болды білмеймін, соттың залына барғасын айтады өзі сот. Соттың залына барса, жарықтық сенің 500 динар қарызың бар екен ғой, пәлен айда берем деген. Соған осындай уақыты өтіп кетті, қарызын қайтар дейді ол. Енді мен болмай жатыр, өзіне де айтқанмын, болмай жатыр. Болмай жатса, енді келісім тұр ғой мына жерде нотариуспен. Болды. Болмаса, соның несін өтеп жазасын сыйым. Міне, көріп тұрсың ғой мен артындағы темір торды. Деген кезде айтады, айналайындар, мен отбасым аш отыр үйде. Барып ескертіп кетейін, тым болмаса, әйел бала шағам уайымдап мына қаққа кеткен білмей қалды қазір мен. Дейді ғой. Сонда айтады, айналайын, кімді кеміс қылып отырсың сен? Мына жерге келгеннің барлығы сөйтіп айтып кете беретін болса, біз не айғарып отырық қой мына жерде? Кеттенен кетті ғой, болды, сенің артыңнан іздеп жүреміз ғой. Қақты жаңа кім қайда деп. Сонда жаңа кісі айтады, Алламен ант етемін дейді. Егер таңертең алдыма өзімнің алдыңа екі аяғыммен келмесем, мені Мұхаммедтің үмметінен деп айтпаңдар дейді. Кәпір деп айтыңдар дейді. Мен екі ортаға пайғамбарды қойып сұрайын дейді сенен. Ана соттың үстіне мұздай су құйып жібергендей болады ғой. Әркім әр нәрсені қояды ғой, залогқа. Біреу алтын қояды, бірдеңесін қояды, баласын қояды. Бірақ пайғамбарды қойған адам жоқ екен бұл уақытқа дейін. Мен о екі ортаға пайғамбарды қоямын дейді саллаллаху алейхи вассалам. Ана сот шошып кетеді, ойбай құрсын, пайғамбарды мына бірінші рет болып тұр. Барып қайт онда дейді, азанда бірақ келем десең. Сонымен үйіне барады да әйеліне айтады ғой болған жағдайдың бәрін. Осындай болды, кім жаңағы келіншегім айналайын деген кезде әйелде Құдай қосқан әйел екен, анаған берген. Сонда әйел айтты дейді ғой жарты. Айттым саған алма, оңбаған бірдеңе деп ұрысып шықпағанда. Ақыры пайғамбарды қойып ортаға дейді. Құтылып шыққан екенсің дейді. Онда екеуміз таң атқанға дейін пайғамбарға салауат айтайық дейді ғой. Анан қараңыздар. Екеуі отырып балдарды ұйықтатып тастап таң атқанға дейін салауат айтқан екен да. Таң азанға кішкентай қалған кезде жаңағы кісінің көзі ілініп кеткен екен. Көзі ілініп кеткен кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам келген екен жаңағы кісіге. Ей пәленше, бар да ауданның әкіміне бар, мен айтты деп ақша алды деп айтқан екен. 500 динарды. Иә. Сонда ана кісі айтады, Алланың елшісі, ол оған баратындар көп қой өйтіп дейді, ол маған сенбейді қазір барғанда дейді. Сонда оған сен айт, ол жатарда 1000 салауат толтырып жататын еді дейді. Кешегі салауатынан қателесіп қалды дейді. Оның салауаты 1000-ға толды, қабыл болды деп айтты дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Анау таң намазын жамағатпен оқып алады да, одан 1000 салауат толтыратын қандай әкім жарықтық ау. 1000 салауат толтыратын мұсылман қалмай бара жатыр ғой қазір дейді. Сонда жаңағы барып айтады, қой деп жаңағы тура әкім сол әңгімені айтады ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы әңгімені айтатынын білді сенің дейді. Сенің түндегі қателескен салауатыңнан не істеді дейді. Алла қабыл қылып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не істеді? Толды деп айтты дейді. Анау айтады, бұл рас дейді. Өйткені менің 1000 салауат айтатын әйелім де білмейді деп айтады ғой. Не то, что сен менің әйелім де білмейді дейді 1000 салауат айтатынды. Ана қасқа жылап жаңа әкім, мә 500 динар дейді, қарызыңнан құтыл дейді. Пайғамбар қабыл болды деп айтқандығы үшін мәсаған 2,5 мың динар отбасымның қайтадан шаруамды дөңгелетсін.
500 динарды алып алады, 2000 динарды, 2,5-ды алып алады. Сотқа барса, сот жылап отыр дейді жаңағы. Ертең азында кел деп кеше не жатылып жатқан сотымыз. Ей, бәленше не істеп қойдың сен деп айтады. Не істедім мен? Алланың елшісі келді ғой түнде дейді маған. Саллаллаху алейхи уассалам. Ей, қазы деп айтты. Қазы деген сот қой. Ей, қазы. Ана пәленшеге рақымшылық жаса, біз саған ертең қиын күнде рақымшылық жасаймыз деп айтты дейді. Қиямет күнінде. Айналайын 500 динарды мен төлейтін болдым саған дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның рахымына бөленеді екен, шапағатына Алланың рахымы. Мә саған тағы 500 динар дейді. Шаруаңды өзі дөңгелетіп кет ары қарай дейді. 3000 динар болды ма? 3,5 болды ананың жаңағы 500-мен қосып. Бір кезде жаңағы Нұрекең келе жатыр маған жаңағы арыз жазып екен. Еңкілдеп жылап кіріп келеді дейді. Пәленше не істеп қойдың сен деп айтады. Не істедім? Алланың елшісі келді ғой маған түнде деп айтады дейді саллаллаху алейхи уассалам. Ей, түгенше досыңды кешірсең, біз сені қиын күні кешіреміз деп айтты дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Досым, мен сені кешірдім дейді, ана 500 динар жүрегіммен кешірдім. Алланың елшісін көргендігім үшін мә саған тағы 500 динар шаруаны дөңгелетші деп айтты дейді. Көрдіңіз ба? Бұл болған оқиға. Ғалымдардың аузынан қалай жетті, мен дәл солай айтып тұрмын осы оқиғаны. Көрдіңіздер ме? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға айтылған салауаттың берекетін көрдіңіздер ме? Алла тағала қарызын өтеп берді. Сонымен қайта аяқ астынан не болып кетті? Миллионер болып кетті. Динар деген алтын ақша бауырлар. Дирхам күміс ақша. Бір динар деген пәленбай шаруаны істеуге болады. Бір динармен. Көрдіңіздер ме? Сондай аяқ астынан не болып кетті? Бай болып кетті, қарызына құтылып кетті. Көрдіңіздер ме? Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға айтылған салауаттар екен. Сондықтан бүгіннен бастап иншалла не істейміз? Пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам деп әр намаздан кейін кем дегенде 20-дан салауат айтып қойсақ, бір күнде 100 салауат болар екен. Ал әр намаздан кейін ерінбей 100-ге толтырсаңыздар, бір күнде қанша болады екен? 500 болады екен. Ал енді дәрежелеріңізді ойлай беріңіздер, қандай болады. Бүкіл проблеманы, бүкіл шаруаны кіммен шешіп алады екенбіз? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтуменен шешіп алады екен. Сол қасиетті пайғамбардың қаласында мінекей біздің табанымыз тиіп тұр. Мына артымыздағы тұрған қабірстан сол пайғамбарға өмір бақи салауат айтып өткен ұлы сахабалардың қабірі. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әйелдері де жатыр ол жерде. Алла баршасына разы болсын, сіздерге де Алла разы болсын. Алланың лайықты қонақтары болып елге аман есен оралуды маусымдық құлшылық жасайтындардан емес, жыл 12 ай Құдайды еске алатындардан болды. Алла нәсіп етсін. Түсіпті ғой, Раббы Құдайшыл болайық, Рамазаншыл болмайық деген әңгіме бағанағы осыдан шығады екен. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирук ва атубу илейк. Алла баршамызға разы болсын. Амин.